Ғалымдардың зерттеуі бойынша адамның ағзасында салмақ жетіспеушілігі болса, қауіпті ауруларға шалдығу мүмкіндігі жоғары келеді. Және бұл адамның ғұмыр жасын 4,5 жылға қысқартатыны дәлелденген. Толық адамдар арықтағысы келсе, арық адамдар салмақ жинауға тырысады. Алайда салмақ қосуды ойлап, ағзаға бұлшық ет емес, артық май жинауға болмайды дейді мамандар. Біріншіден керек емес атерогендік майларды қосқан өте дұрыс емес, өйткені бұл келешекте инфарктқа алып келуі мүмкін. Сосын көмірсуларды көп жегеп салмақ қосқанда дұрыс емес, келешекте қант диабетіне алып келуі мүмкін. Сол себептен дұрыс тамақтану керек. Біріншіден, екіншіден қалқанша безінің гормондарын тапсыру керек және паразиттерге тапсырған дұрыс болып келеді. Шеттен тыс салмақ тастау деген бұл көбінесе қалқанша безінің гипертиреоз деген ауруында болады. Гипертиреоз дегеніміз өте көп мөлшерде қалқанша безінің гормоны бөлінген кезде онкологиялық ауру болуы мүмкін, қалқанша безінде болуы мүмкін. Сосын жаңа паразиттік ауруларда жиі кездеседі осы салмақ тастау. Арықтау үшін калориясы аз тағамдардан диета ұстаймыз. Салмақ жинау үшін көбіне тәтті, майлы тағамдар көмектеседі деп ойлаймыз. Ал дұрысы қайсы? Біріншіден, ол калориясы көп тағамдарды қолдану керек, яғни тағамның құрамында белок және де майлар, көмірсулардың процентіне қарайтын болсақ, 30% белок, 20% майлар және 50% көмірсулардан тұру керек. Ол мысалы келтіретін болсақ, менюда таңертең сіз жұмыртқамен омлет жасасаңыз болады. Обед кезінде мысалы сорпа ішіп, кейін екінші тағамға гарнирмен тауықтың етін жесеңіз болады. Кешкі уақытта салат және түрлі де стейк сияқты еттен жасалған тағамдарды жесеңіз, содан кейін жатар кезде егерде қарныңыз тағы да ашып жатса, жаңағы ірімшіктен жасалған немесе айран ішсеңіз де болады. Колоражды сіз көбейтуіңіз керек. Ал егерде сіздің физикалық активтілігіңіз жоғары, бірақ калорияңыз аз болатын болса, онда сіз салмақты тастайсыз. Сол салмақ тастамау үшін сіз калорияңызды 200-300 калорияға артық тамақ жеуіңіз керек. Сол кезде сіз салмақты қосасыз. Салмақ жетіспеушілігі ағзадағы ауру мен дұрыс тамақтануға қоса адам психикасына да тікелей байланысты. Сондықтан дене бітіміңізді қалыпқа келтіріп, салмақ қосқыңыз келсе, қажетті мамандарға барып жүйелі ем алғаныңыз дұрыс.